Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздер менен көп сұрағансыздар, тарихтың бір жыбысын шығар деп, мінекей. Мен бірінші тапсырма осылай. Сіздердікі де осылай болса, онлайн мектептен менікі тарихқа қойып қойған тжбымды, және мен осылай орындадым. Но екінші тапсырма. Скриншотқа түсіріп алсаңыздар болады. Мынау үшінші тапсырма. Сіздердікі де дәл осындай болса, менімен плюс бәрі шығады. Себебі бұл тексерілген. Мынау төртінші тапсырма. Қара алсаңыздар болады. Мынау бесінші тапсырма. Вот 5 деп тұр. Ал енді келесі кезекте алтыншы тапсырма. Алтыншы тапсырмамыз осындай біздің. Онда егер сіздердікі онлайн мектепте болса, осылай жазасыздар. Мынау жетінші тапсырма. Вот қатаған қырғыны. Жәңгір хан 8-ші тапсырма. Бұда барлығы 14 сұрақ болады. Мынау 9-ші тапсырма. Вот Тәуке хан. Сұрағы бірдей болса дұрыс болып шығады сіздердің жауаптарыңызды. Мынау енді келесі 2 бөлімнен тұрады. Бір жоба солынан екінші бөлімнің тапсырмасы, бірінші тапсырмасы. Міне, мәдениет туралы деп ойлаймын. Мынау неге жасыл болып дейсіздер? Себебі жасыл болып дұрыс болып тұрған, тексерілген деген сөз. Мынау екінші тапсырма, екінші бөлімнің екінші тапсырмасы. Мынау үшінші тапсырмасы. Скринға түсіріп алсаңыздар болады. Ал мінекей мынау төртінші тапсырма. Және де біз ең соңғы тапсырмамызға да жеттік. Ол міне 5-ші тапсырма. Әрі қарай жоқ. Егер де ұнаса лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар, подписаться етіңіздер. Менен көптеген видео күтсеңіздер, колокольчикті ұмытып кетпеңіздер. Ал сау болыңыздар.